Көңілдестің шырмауынан шыға алмай жүрмін. Ешқашан деп айтпа демекші. Мен кейін үйтем, бүйтем деп айтпау керек екен. Себебі біз пендеміз, ал пендеге адасу, қателесу тән нәрсе дейді Жанғали есімді азамат. Үйленгенде ешқашан әйелімнің көзіне шөп салмаймын деп өзіне серт бергенінен және сол сертінде тұрмағанын ол айтады. Әкем дінге қатты берілген кісі. Бізді де шариғатпен тәрбиеледі. Ненің дұрыс, ненің бұрыстығын ашық, төтесінен айтып отыра беретін. Ер жете бастаған шағымызда ертең үйленесіңдер. Сол кезде тура жолдан тайдырғысы келетіндер шығады. Арақ, ақша, атақ, сосын әйелмен сынайды. Осыдан таза шықсаңдар, онда шешелерің екеуміз сияқты бақытты боп отырасыңдар деп айтатын. Сол себепті әйеліңнен өзге біреуге некесіз жақындау, біреумен көңіл жарастыру үлкен күнә боп саналатынын. Өткенде Таразға Астанадағы курстас досым жанындағы әріптесімен іссапарға келген. Көптен көрмегесін үйге шақырып қонақ еттім. Сонымен болды ғой десем, ертеңіне қыдырмадық па? Қалаңды аралатсайшы. Бильярд ойнайық деп звондап тұр. Жұмыстан кейін бильярдқа бардық. Бірақ аяқ асты досым мен әріптесім саунаға барайық деп шыға келді. Арам ойым жоқ. Мен бармаймын деп қашып кетуге ұят. Сенің қалаңа қонақ болып келіп тұр ғой. Алдыма салып, тәуірлеу деген саунаға ертіп бардым. Буымыз бұрқырап, салқын сыраны сіміріп, біраз жүрдік. Машалка қайда? Заказ беріп пе едің? Деп курстасым қутыңдайды. Машалка бар ғой, деп аңқау басым кір езетін затты көрсетіппін. Сөйтсем, саунаға келіп, қызмет көрсететін қыздарды машалка дейді екен ғой. Ой, сен де бір советский тежегіш екенсің ғой, деп курстасым қолын бір сілтеді. Сол-ақ екен, әріптесі біреуге звондады да, әп-сәтте бұл мәселені шеше салды. Бір уақытта бірінен бірі өткен сылаңдаған 3 қыз кіріп келсін. Ей, жоқ, мынаның біреуі артық, өздерің көре беріңдер деп шығып бара жатыр ем. Курстасым намысыма тиіп сөйлеп тастады. Менің ойланып тұрғанымды байқады ма? Бір қызды қолыма ұстатты да демалатын бөлмеге итеріп кіргізіп жіберді. Сыра мен саунаның буы қойсын бәлгі. Қыздың ырқына көне бердім. Бірақ сол күннен бастап әйелімнің бетіне қарай алмай, біраз күн қипақтап жүрдім. Ол да бірдеңені сезген сияқты. Тамақ ішіп отырсақ, бетіме тесіліп ұзақ қарайды. Қысқасы, ұрлық жасап қойған адамдай қара терге түстім. Арада 2 аптадай өткен. Төсекте жатқан әйелім еркелеп отырып, сен маған үйленгелі көзіме шөп салып көрдің бе? Тым құрғанда сондай ой болды ма деп сұрасын. Ана жерде сытылып кетудің ретін таппадым. Өткенде сондай боп қалды. Сол күннен бері сенен ұялып, жерге кіретін тесік таппай жүрмін деп айтып бердім. Айтуын айтып алып, әйелім ашуланып кетіп қалса қайтем деп ойлап үлгердім.
бірақ ол үндемей тыңдады да: ауру жұқтырып келмегеніңе шүкір. Енді осындайыңды еститін болсам, білетін болсам, ажырасып кетем. Бір жолға кешірейін деп қысқа қайырды. Сол уақытта әйелімнің ашуланбағанына риза болғам. Ал қазір неге ұрсып, ажырасып кетем деп қорқытпады деп өкінем. Себебі әйелімнің үндемей мені жазаламай қоя салғанына мені одан сайын есіртіп жіберген сияқты. 2-3 айдан кейін жұмысқа жаңадан бір қыз кірді. Қас қылғандай, бастық оны дәл біздің бөлмеге отырғызған. Топырлаған еркектің арасына топ ете қалған қызға бәрі қырыңдап, арасында әзілдесіп жүретін. Сіздерге кофе демдеп берейін деп алдымызда бұлғаңдағанда еркек біткеннің аузының суы құритын. Бірақ сол қыздың қас қылғанда маған көзі түсті ғой. Шәй әкеп, білмегенін сұрап жүріп, әңгімеміз жарасып кетті. Ақырында көңілдесіме айналды. Мен еркекпін ғой. Анда-санда бір көріп тұрғанда не бар деп өзімді ақтап алам. Жігіттер жас кезіңде ойнада күл деген терме менің уәжіме дөп түсе салғандай. Осы күні әйелімнен гөрі әріптестің құшағы ыстық, сөзі шырын боп бара жатыр. Қашанға дейін жалғасатынын. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Жан жағымызға мейірімді болайық. Отбасы бұл үлкен қазына. Бір-бірлеріңіздің қадірлеріңізді барында түсініңіздер. Қолда бар алтынның қадірін білмеген өте қиын болады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Өзге де әңгімелерді, болған оқиғаларды, таңғажайып, қызықты оқиғаларды каналымнан таба аласыздар. Алдын ала рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.